Ассалаумағалейкум. Үшінші бөлім, үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақта біз құлпынайдың тағамдық мақсатын анықтап алатын боламыз. Әркім өзі үшін анықтайды. Жалпы оны мен жалпы түсіндіре кетейін. Құлпынайды қазіргі уақытта неше түрлі бағытта өсіріп жатады. Оның бірі ол көбейту үшін, одан кейін тағы бір тағамдық мақсаты ол клубника в шоколаде дейді. Қазір өте қатты дамыған құлпынайды пісіріп, өте әдемілерін, ішіндегі ірілерін, дәулерін таңдап алып, оны кәдімгі шоколадқа батырып, солай сатады. Ол өте қымбат сатылады. Ол қымбат сатылатын болғаннан кейін оның ішінен сорттап жүріп, жақсыларын алып, соны қымбаттау сатады. Құлпынайдың өзін шоколадқа батырмай-ақ, олар өте қымбат өтеді. Одан кейінгісі ол кәдімгі күнделікті банкі жауып, солай ары қарай сату. Ол да қазіргі уақытта өте жақсы дамыған бизнестің түрі. Олай жасасаңыздар да болады. Ода қазіргі мысалға қыстың күндері өте жақсы пайдасын береді. Тұмауға, тағы да басқа да ауруларға сондай өте керемет. Одан кейінгісі ол кәдімгі өзіміздің нарыққа шығару. Нарыққа егер үлкен көлемде жасап жатсаңыздар, онда шет елдерге шығару. Ол да өте қатты дамыған экспорт бар. Осы Қазақстанның ішінің өзінде қаншама адам егіп жатыр. Дәл қазіргі уақытта өте көп адам егіп жатыр, бірақ соның өзінде Қазақстанның ішін қамти алмай жатыр. Қанша ексе де Қазақстанның ішінде құлпынайды жеткізіп бере алмайды. Неге десеңіздер, мына шет жақтан Өзбекстан болсын, Қытайдан болсын, жан жақтан экспорт жасалып бізге келіп жатыр. Сол жақтардан бері қарай келіп, соның өзінде біздің нарықты толтыра алмай жатыр. Ал біз өзіміз Қазақстанда осындай жақсы сорттарды, Клэри, Альба деген сияқты, Альбион деген сияқты сорттарды көбірек егіп, өзіміздің нарыққа шығарып отырсақ, онда өте керемет, жақсы өтеді. Ал енді шетелден келетін құлпынайлар, олар таза балғын болып, былайша айтқанда свежий болып келмейді олар. Олар экспортталып, бері қарай импортталып келем дегенше, ол бірнеше уақыт кетеді. 3-4 күн, 5 күн уақыт кетеді. Сол себепті ол таза балғын, свежий болып келмейді. Ал бізде өзімізде Қазақстанның ішінде өндіретін болсақ, онда да кішкене баға түсуі мүмкін, бірақ баға түскенімен бізде жаңағыдай рентабельность дейді, өзінің құны ешқашан ол құлдырап, жаңағы помидор, огурцы секілді бұл бағасы төмен болып кетіп, бекерге мусорға кетпейді. Ондай жағдайды мен өзім осы уақытқа дейін естіген жоқпын. Жалпы 10 жыл, 20 жылдап егіп келе жатқан кісілерден де ондай сөзді естіген жоқпын. Жалпы бұны егіп сатсаңыздар да болады, немесе клубника шоколаде жасасаңыздар да болады, және де банкіге жапсаңыздар да, ол да жақсы өтеді. Одан кейінгі ең маңызды мәселе ол әрқайсыңыз жоқ дегенде өздеріңіздің есік алдарыңызға егіп, осылай табиғи өнім шығарып, биогумуспен егіп, соны өз бала шағаларыңызбен жеп отырсаңыздар, ол өте керемет. Бұларға өсіру үшін бұларға біз көптеген витаминдер береміз. Жалпы биогумустың құрамында ол витаминдер бар. Калий, кальций, магний, железо, фосфор деген сияқты неше түрлі Менделеев таблицасындағы көптеген элементтер бұларға беріледі. Ол енді қазіргі уақытта химиялық жолмен де беріледі. Жаңағыдай химиялық дегенде жалпы минералды жолмен беріледі. Минералды тыңайтқыштар және де табиғи органикалық тыңайтқыштар. Енді органикалық тыңайтқыштарға ол жаңағы биогумус, сұйық биогумус солар қосылып беріледі. Ол табиғи болғандықтан ол адамның денсаулығына өте пайдалы. Жаңағы айтып жатырмын, ішінде Менделеев таблицасының көптеген элементтері бар. Ол құлпынай өзіне сондай барлық жаңағы витаминдерді жинайды. Оны жеген адамның да денсаулығы жақсы болады. Денсаулыққа өте керемет пайдасы бар.